Жаңа оқу жылына санаулы күн қалды. Ал мектептерде соңғы дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Биыл Жамбыл облысында неше жаңа білім ошағы есігін айқара ашады. Алғаш мектеп табалдырығын аттайтын қанша бүлдіршін бар. Ескірген, тозығы жеткен мектептердің мәселесі қашан толық шешіледі? Толығырақ тілші материалында. Қазір жаңа оқу жылына дайындықтың қызған шағы. Оқушы үшін бұл жаңа белес, ал білім ошақтары үшін үлкен дайындық кезеңі. Биыл Таразда 2 жаңа мектеп оқушыларын қабылдауға әзір. Ал ауыл аймақтағы ахуал қандай? Биыл аудандарда қанша мектеп бой көтерді? Күрделі жөндеу жұмыстарына биыл 6 мектепке қаржы қарастырылды. Жуалы ауданында 1 мектеп, Қордай ауданында 1 мектеп, Шу ауданында 3 мектеп, и Тараз қаласында 1 мектеп. Қыркүйекте нөмірі 54 және нөмірі 27 мектеп оқушыларға есігін айқара ашады. Биыл өңір бойынша 245 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын алғаш аттайды. Қуантатыны қала мектептерінде орын тапшылығы мәселесі жоқ. Дегенмен білім беру нысандарының жағдайы әлі де назар аударуды қажет етеді. Қазір қаладағы 21 мектеп күрделі жөндеуді күтіп тұр, өйткені ғимараттары ескірген. Білім тарапынан алдағы 2027 жылы Тараз қаласы бойынша 4 мектеп күрделі жөндеу жұмыстары жоспарлануда, 27 жылға жоспарлануда. Нөмірі 27 мектепте жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. 600 оқушыға арналған жаңа білім ошағының құрылысына 3 миллиард 587 миллион теңге бағытталған. Қазір мұнда соңғы әзірлік аяқталу үстінде. Қазір енді компьютерлерден әкеліп орнатып жатыр, настройкасын жасап жатыр. Основной 99% бітті. Бүгін асфальттың 2-ші слойын бітіреміз. Осы жұмыс бүгін бітеді. Биыл 3 ауысымды мектептер мәселесі толық шешімін тапты. Бұл бағыттағы жұмыстар келешек мектептері ұлттық жобасы аясында жалғасып жатыр. Жоба бойынша 14 білім беру нысанының құрылысына қаржы қарастырылған. Қазірдің өзінде 1 мектеп пен 2 қосымша ғимарат пайдалануға берілді. Ал 1 қыркүйекке дейін тағы 3 нысанды аяқтау жоспарланған. Қалған нысанның құрылысы жыл соңына дейін аяқталмақ. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, 24 Ньюс.